Қазақстан ұлттық құрамасы Бельгиядан 6-0 есебімен жеңілді. Бас бапкер Алиев жұмыстан кетті. Әлем чемпионатына іріктеу ойыны Брюссельдегі Лото Парк стадионында өтті. Біздің құрамамыз 42 минутта бірінші голды өткізіп алғанға дейін шыдап бақты. Артынша жауапсыз 5 гол өткіздік. 6 голдың екеуін Наполи жұлдызы Кевин Де Брюйне, тағы 2 голды Манчестер Сити шабуылшысы Жереми Доку соқты. Статистика қорқынышты. Бельгия құрамасы қақпаға 35 рет соққы жасап, оның 15-ін дәл бағыттаған. Ал біздің жігіттер Куртуа қорғаған қақпаға бар жоғы 5 рет тепкен. Оның 2-і ғана дәл ұшқан. Қақпашымыз Мұхамеджан Сейсен 9 сейв жасаған. Алайда ол команданы құтқара алмады. Енді Бельгия 10 ұпаймен 2-ші орынға көтерілді. Көш басында 11 ұпайы бар Уэльс тұр. Біздің құрама қатарынан 4-ші жеңіліп отыр. Бұған дейін Астана Аренада Македондар мен Уэльс құрамасынан ұтылдық. 5 ойында 3 ұпай жинап, топта 4-ші болып тұрмыз. Артымызда барлық матчта жеңілген тек әуесқойлардан құралған Лихтенштейн бар. Осылай Қазақстан ұлттық құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына тікелей шығу мүмкіндігінен айырылды. Ал бас бапкер Алиев қызметінен кетті. Ол биылғы қаңтарда Черчесовтың орнына келген еді. Черчесов жалпы 8 ойын өткізіп 7-інде жеңілген.